Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге менің жолдасымның жұмысындағы әріптестерін ерекше таңғалдырған, тестасы өте жұп-жұмсақ, начинкасы да өте дәмді болып шығатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін 400 мл жылы суға 100 грамм сары майды ерітіп қосамыз. Және 50 грамм сұйық май қосамыз. 40 грамм қант қосамыз. Және де 20 грамм ашытқыны қосамыз. 200 грамм ұн салып, осының барлығын араластырамыз. Тұзды кейінге қалдырамыз, себебі тұз ашытқының жақсы көтерілуіне кедергі жасайды. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Міне 15-20 минуттың ішінде ол осылай жақсы болып көтеріледі. Қарасаңыздар, ашытқы өте жақсы жұмыс істеген, араларын көрдіңіздер ме, көпіріп жақсы болып тұрады. Енді осыдан кейін ғана барып, үстіне біздің 10 грамм тұзымызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Және осының үстіне 600 грамм ұнды салып, жақсы қамыр жасаймыз. Біз басында жаңа 200 грамм ұн салдық, енді 600 грамм, жалпы кететіні 800 грамм ұн, одан артық қоспаңыз. Жақсылап осылай араластырып, қамыр жасаймыз. Және соңында қамырдың бетіне шамалы сұйық май жағып, бетін пищевая пленкамен жауып, бөлме температурасында 1 сағатқа жақсылап көтерілгенше қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай бір орташа көлемдегі 4 картошканы қайнатып қойып қойыңыз. Енді 1 пияз бен 300 грамм саңырау құлақты осылай ұсақтап турап аламыз. Және де сұйық майда бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Мен бұл жерде сары майға қуырдым. Маңызды емес, сұйық майға қуырсаңыз да болады. Шамалы пияз осылай қуырылғаннан кейін бетіне саңырау құлақты салып, тағы да араластырып, бетін жауып қоямыз. Саңырау құлақтың өзінің суы шығып, әдемі болады. Осылай суы шыққан кезде дәміне қарай тұзын және қара бұрышын салып, тағы да араластырамыз. Менде сары майым тұзды болғандықтан мен тұзын шамалы салдым. Сіз дәмін көріп, көбірек салсаңыз болады. Және де бетін жауып, саңырау құлақтың суы жақсылап тартылғанша дейін пісіріп аламыз. Міне біздің суы тартылып, начинкамыз дайын болды. Енді пісіп тұрған 4 картошкамызды турап аламыз. Ұсақ осындай кубиктарға турасаңыз болады. Және осының үстіне біздің дайын тұрған саңырау құлағымызды саламыз. Және де ұсақтап туралған укроп қосамыз. Укроп міндетті түрде қосуға тырысыңыз, себебі дәмін ерекше қылатын осы укроп. Енді осының барлығын араластырамыз. Осы уақытта тағы да кішкене дәмін көріп, тұзын тағы да салсаңыз болады. Біз салмамызды дайындағанша қамырымыз осылай жақсылап көтерінді. Біз бетіне май жаққандықтан салафан осылай өте оңай алынады. Енді столдың үстіне шамалы ұн сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөлеміз, әрбір пирожкиге. Мен әрдайым жасаған кезде таразыны қолданамын, және де әрбір пирожкиге шамамен 55 пен 60 аралығында сондай граммға бөліп аламын. Сіз көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады, немесе осылай ерінбей таразыны қолдансаңыз да болады. Сол кезде сіздің пирожкиіңіздің барлығының көлемдері бірдей болады. Дәл осылай барлық қамырымызды алдымен бөліп дайындап аламыз.
Барлығын бөліктерге бөліп алғаннан кейін осылай шар жасап ыңғайлатып бетін жауып қоямыз міндетті түрде, себебі беті кеуіп қалмауы керек. Содан кейін шетінен бір-бірден алып пирожкиді жасай берсеңіз болады. Ұнды қолданбай ақ қоюға болады, себебі қамыр өте жұмсақ, икемді және де жабыспайтын болады. Осылай дөңгелетіп оқтаумен жайып аламыз. Шамамен қамырдың қалыңдығы 3-4 мм болады. Қатты жұқа, қатты қалың қылмаңыз. Содан кейін бір ас қасық ортасына начинкамызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 жағынан біріктіріп, 4 бұрышты конверт жасаймыз. Және де осы кезде жақсылап қысып қойыңыз, себебі қазір біздің қамырымыз көтеріледі, сол кезде арасы қатты ашылып кетпеу керек. Сондықтан жақсылап қамырды біріктіріңіз. Міне осындай біздің пирожкиіміз дайын болады. Мен бірден пештің ыдысына пергамент қағазын төсеп, бірден соның үстіне жинаймын. Дәл осылай барлық пирожкиімізді дайындап аламыз. Міне менде бірінші ыдыс осылай толған кезде бетін осылай салафанмен жауып қоямыз, және де қалғанын жасағанша оны пешке салмаймыз, осылай қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілу керек. Оған дейін екіншісін жасай береміз. Екінші ыдысты да толтырған кезде біздің бірінші бетін жауып қойған пирожкилеріміз осылай көтерілді, жақсы болып, осылай тесіктер ашылады. Ашық қалдырсаңыз да болады, немесе кішкене жауып қоюға болады қайтадан. Енді салафанды екінші біздің ыдысымыздағы пирожкиге жабамыз, және де бір жұмыртқаны жарып, араластырып, барлығын бетіне жағып шығамыз. Және де осы уақытта жұмыртқасын жаға бастаған кезде пешіңізді 180 градусқа қосып қойыңыз, қызып тұру керек. 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бірінші пирожкилеріміз дайын болды. Оған дейін екіншісі де көтерілді. Дәл солай екеуін де пісіріп аламыз. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын. Қамырын көрсеңіздер, ортасының барлығы толығымен піседі. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болады. Салмасы енді ерекше дәмді болады. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.